Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Каспий приложениясы біздің өмірімізді қалай жеңілдетті, яғни уақытымызды үнемдеуге қалай көмектесті, сол туралы айтқым келеді. Ол үшін сіздер мына Каспий приложениясын ашасыздар. Главныйның ішінен госуслуги дегенді таңдайсыздар. Міне, госуслугиді таңдаған кезде сіздерде бірнеше спектр шығады. Қазір мен әрқайсысы туралы қысқаша айтып өтермін. Ал ендеше кеттік. Бірінші бізде цифровые документы. Бұны ашсақ бізде жаңа удостоверение шығады, водительские права шығады, диплом шығады, техпаспорт, вакцинация паспорты, Қазақстан Республикасының паспорты және справка шығады. Мұнда удостоверение, егер сіз жоғалтып алған болсаңыз, осы электронный удостоверение жүруге болады. Және де аэропортта сіз осы электронный удостоверение арқылы өте аласыз. Сонымен қоса Қазпочта филиалдарында өзіңізге келген жаңағы посылка сәлемдемелеріңізді осы электронный удостоверениені көрсетіп алуыңызға болады. Бұл жерде водительские права, яғни жол полициясы сізден өзіңіздің жаңағы праваңызды сұраса, осыны электронный түрде де көрсетуіңізге болады. Диплом көрсетесіз, свидетельство, регистрация, яғни техпаспорт, справка, пенсионка бойынша справканы және социальный бойынша справканы осы жерден қарауға болады. Келесі бізде переоформление автомобиля. Негізі бұл қызметті көп адам біледі, яғни белгілі бір жеке тұлғадан көлік сатып алатын болсаңыз, осы Каспий арқылы продавец болсаңыз және покупатель болсаңыз, осы екі отделді толтырып машинаңызды переоформить ете аласыз. Келесі бізде замена водительских прав. Бұл функция маған қатты ұнады. Құрметті жүргізушілер, егер сіздің праваңыздың мерзімі өтейін деп тұрса, өтіп кетсе, немесе жоғалтып алсаңыз, сізге оны обновить ету үшін соңға барудың қажеті жоқ. Себебі заменаны сіз Каспий приложение арқылы жасай аласыз. Ол үшін жаңағы подать заявкуды басасыз, фотоға түсіресіз, госпошлина төлейсіз, сосын белгі бір мерзімде водительский праваңыз дайын болады және оны өзіңізге жақын спецсоннан алып кете аласыз. Келесі бізде прописка и снятие с прописки по месту жительства. Яғни сіздер прописка ауыстыратын болсаңыздар, немесе өзіңіздің үйіңізде тұрған адамды пропискадан керісінше снимать еткізеріңіз келсе, осы функцияны қолдануыңызға әбден болады. Өте ыңғайлы екен. Бұрынғыдай соңға барудың қажеті жоқ, ЕГУВқа кірудің, ЕЦП алудың да қажеті жоқ. Тек қана пропискаға тұрған кезде прописка дегенді басасыздар, немесе снимать еткіңіз келсе, снятие с прописки дегенді басасыздар. Келесі оформление свидетельства о рождении ребенка. Бұны ашсаңыздар, сіздерге жаңағы заявка жібересіздер, сосын ол заявканы госорганда қарайды. Одан кейін сіздің жаңағы свидетельство о рождении цифровой документтің ішінде пайда болады деп тұр. Егер мына жерде қазір мен подать заявку дегенді бассам, бұл жерде әзірше бұл функция істемейді деп тұр. Яғни свидетельствоны тек сонда ғана аласыздар деп тұр. Менің ойымша бұл свидетельство о рождении бермейді, тек қана свидетельство о рождении сізде бар болса, соны Каспий приложенияға электронды түрде шығаруға көмектеседі. Сол үшін ғой деймін. Бұл менің ойымша. Келесі пособие на ребенка. Бұл да өте ыңғайлы екен мына декреттегі аналарымызға. Яғни егер сіздер единовременный және ай сайынғы пособияны балаңыздың алғыңыз келсе, специальный счет ашуыңызға болады. Каспий арқылы специальный счет дегеніміз жаңағы, егер сізде счетыңыз, басқа счеттарыңыз белгілі бір тұлғаға немесе госоргандарға қарыз болсаңыз, задолженность болса да, бұл счетқа сізге арест қойылмайды. Сондықтан бұл спецсчет деп аталады. Сондықтан осылай специальный счет ашып, өзіңіздің ежемесячный пособияңызды алып отыруға болады. Өте ыңғайлы екен. Келесі бізде зарегистрировать ИП. Яғни регистрация ИП, яғни ИП ашқыңыз келсе, осыны басасыз. Егер сіздің атыңызда уже ИП бар болса, сізде уже бар ИП деп шығады. Егер жоқ болса, ИП-ны осы арқылы ашып тіркеуге болады. Келесі изменить реквизиты ИП.
яғни сіздің атыңызда ИП бар болса, оны жаңағы атын да өзгертуіңіз болады, тұрған жерін де өзгертуіңіз болады, налоговый органды да өзгертуіңіз болады, вид деятельность, ОКЕД өзгертуіңіз болады. Яғни көп изменение жасауыңызға болады, және соның барлығын сіз осы функция арқылы, яғни изменить реквизиты ИП дегенді басып жасауыңызға болады. Изменение жасағаннан кейін ол налоговыйда, яғни общая базада 24 сағат ішінде ауысады. Ал енді мен айтқан ақпараттар білмегенге азық болсын, білгендер білімдеріңізді ары қарай шыңдай беріңіздер. Тағы қандай тақырыпта видео көргіңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіз.